Саламатсыздар ма? Бүгін біз дайындаймыз құймақ. Көпшіліктен естемін, құймағым осамай жатыр, табама жабысып қалып жатыр, аударылмай жатыр деп. Мына видеоны соңға дейін көрсеңіздер, қателеріңізді табасыздар. Бізге керекті заттар: осындай шұқыр табақ керек болады. 1 литр сүт, қайнаған су, 3 жұмыртқа, ұн, шекер, май, жарты ас қасық сода и тұз. Тұз да сол жарты ас қасықта саламыз. Алдын ала біз 3 жұмыртқаны табамызға салып аламыз. Осындай жақсылап араластырамыз. Осылай араластырғаннан кейін тұзымызды саламыз. Ас содамызды саламыз. Шекер, 1 пиала шекер саламыз. Май саламыз. Жарты пиаладан көбірек, толай емес та пиала. Осылай өлшеп мен пиалада салам барлық затты. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Шекер еру керек. Шекер ерітсе өте жақсы шығады дәм. Араластырып болғаннан кейін 1 литр сүтімізді қосамыз. Онда жақсылап араластырамыз. Салған заттарымыз жақсы араласса, өте жақсы болып піседі, өте жақсы дәмді болып. Кейін мынандай 1 бокал қайнаған су саламыз. Қайнаған суында жақсылап араластырамыз. Осылай. Кейін осындай електен ұн елеп саламыз. Онда кейін жақсылап араластырамыз. Онымыз думалақ қалмау үшін венчикпен жақсылап араластырсаңыздар өте күшті болады. Қалған ұнды осылай елеп қосып жібереміз. Осындай араластырғаннан кейін құю болу керек. Құю болып тұрса, ондай қатты құю болу қажет емес, ол сұйықтау құю болу керек та. Мен ұнды шама салдым, өлшеген жоқпын. Осындай әдемі болып шығады қамырымыз. Сұйықтығы, құйықтығы дегендей. Осындай табаға саламыз. Айналдырып, қысылған табаға салсаңыздар өте жақсы шығады. Мынандай тесік болып шықса, біздің біріншігіміз өте жақсы болады. Осылай ауыстырып, екіншісін тағы осылай істейміз. Бірін кетсін барлығын пісіріп аламыз. Шекерді көп салып жібермеңіздер. Шекер көп болса, табаға жабысып қалады. Ол бір минус. Екіншісі, май көп болса, ол бөлініп піседі таңдай, аударуға болмайды. Олар көтеріп аударғанда бөлініп кетуі ол майның көбінден болады. Жұмыртқада аз болса, ол да жақсы ұстамайды қамырды. Жұмыртқа барлық зат орта нормальный болу керек. Осылай астын қарап қоямыз, күйіп кетпеу үшін. Тағы саламыз осылай. Тесік болып әдемі піседі. Мен пісірген құймақтарды осындай көршіміздің балдары, өзім балдарым піскен де жеп қойды ғой. Қарындары аш қалып кеткен. Барлығы рахметін айтты. Дәмі өте жақсы болыпты деп барлығы мақтады. Сіздер де жасап пісіріп көріңіздер. Ас болсын.
пісіріп болғаннан кейін осылай ораймыз. Ішіне творог, варенье салсаңыздар болады. Сгущенка бар ғой, соны салсаңыздар болады. Құйық сгущенка салу керек, болмаса тесіктерден шығып кетеді ғой. Видеоны соңға дейін көргендеріңізге рахмет.